Мен Тока-бока түсірейін деп жатырмын. Мен жаңадан Тока-бока түсірудемін. Және де Тока-бока сериалының атын айта кетейін. Бұның аты «Төрт қыздың өмірі» деген сериал шығады. Ендеше сериал басталмай жатып маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де мен аттарын айта кетейін, бұлардың есімдерін. Бұл қыздың аты Милана болады, нағыздың аты Муслима болады, мынаның аты София болады, мынаның аты Мариям болады. Бұлар және де андай не болады да, сестренка сондай. Ендеше сериалымызды бастайық. Так, мен тамақ істей берейін. Жарайды. Әпке көмектесем ба? Жоқ, өзім істей берем. Так, не тамақ істесем екен? Бүгінге лапша ма сонда істей салайын. Так, тарелкалай. Осыны бірге жейміз. Қыздар, келіңдер, тамақ пісті. Я, қазір келеміз, әпке. Тамақ пісіпті ғой, кеттік тамақ ішейік. Я, кеттік. Дәмді тамақ істепсіз. Маған ұнады. Я, енді продуктерлер азайып жатыр. Мен қазір тамақ ішіп болған соң сен ыдыстарды жуа бер, одан кейін мен магазинге барып келейін. Я, жарайды. Дәмді екен. Болдық. Мен ыдысты жуып тастайын. Сендер барып ойнай беріңдер. Жарайды. Так, не ойнайсың? Ойыншық. Машина ойнайым. А мен осындай ойыншық ойнайым. Так, мен магазинге барып келейін. Бақпақ шоколад таба салайын. Қадас жуып болдың ба? Я, жаңа жуып болып атқам. Сен балаларға қара, және де есікті тектеп ал, аха? Жарайды. Так, мен магазинге барайын. Сәлеметсіз бе? Я, сәлеметсіз бе? Так, не алсам екен? Көрейін. Так, мен деген үйге продукты жұмыртқа керек қояды. Так, әпкем келген секілді. Ашайын есікті. Мә, әпке көп продуктілер алып келіпсіз ғой. Я, барлығы 2000 болуғы. Менде қазір 1000 теңге қалды. Мен ертең точно жұмысқа тұру керекпін. Жарайды, әпке. Сен балаларға жақсылап қара, тамағын бересің ғой. Сол үшін көп тамақтар алып келіп қойғам. Жарайды. Шай қоя берейін ба, тамақ шай? Жарайды, қоя бер. Так, мынаны шкафқа сала салайын. Кел. Кетті, ұйықтайықтың болыпты ғой. Я. Келіңдер, ұйықтаймыз. Я.
Достар, осымен бірінші сериясы бітті. Егер де сіздерге менің видео, тоқа-боқа видеоны лайк басып кетіп, маған тіркеліңіздер. Екінші сериясы шығады әрине.